Жарымдай казак, жартылай қазақ, тебінгісі терге шіріген, сар даланы көресің ғажап, сығырайған отты көзінен деп басталатын инфантерия генералы Лавр Корниловке арналған өлеңдегі жартылай қазақ сөзінің құпиясы неде? Белгілі орыс ақыны, әдеби сыншы Михаил Синельников патшалық Ресейдің соңғы кезеңіндегі ірі тарихи тұлғасына арналған Корнилов өлеңінде ауған Қытай топырақтарын аралап, Австрияда тұтқында болған, патшасы құлаған Ресейдің қызыл қырғын тағдыры қолына тапсырылған жоғары шенді әскери қолбасшы туралы сипаттайды. Бұндағы Корнилов кім еді? Лавр Георгиевич Корнилов 1870 жылы 18 тамызда Семей облысының Өскемен округында өмірге келген. Әкесі Егор патшалық Ресейдің 7-ші Сібір казак полкында төменгі шенді офицер болған. Ата-тегі Ермак әскерімен Сібір топырағына келгендерден. Егор 1869 жылы Өскемен қалалық полиция бөлімшесіне іс-қағаз жүргізуші қызметіне тағайындалады. Ертіс жағалауындағы үйінде Егордың ұлты қазақ жары Мария Лаврды өмірге әкеледі. Мария Ивановна шоқындырылған Ертіс бойында өскен қазақ қызы. Тарих ғылымының докторы профессор Мұрат Әбіров Корниловтың қаруласы болған генерал-лейтенант Мартыновтың патша заманында Лаврдың інісі Петрмен бірге Ташкентте әскери қызметте болған Совет одағының маршалы Шапошниковтың дерегіне сүйеніп, Лаврдың анасының қазақ қыз екенін растайды. Ресейдің әскери тарихшысы Шишев «Белый генералы» еңбегінде Лавр Георгиевичтің анасы қазақ қыз екенін, Корниловтың бойындағы көшпенділерге тән қызу қандылық пен жауынгерлік мінезі нағашысына тартқанын, оның жүз әлпеті, өзгеше тұрысы басқа әскери шенділердің арасында ерекшеленіп тұратынын жазады. Ресми құжаттар Марияның асылы есімі қазақша болғанын, деректерге Мария болып түскенін, алайда шынайы есімі сақталмай қалғанын жазады. Кейбір тарихшылар Корниловтың анасының есімі Мәриям болуы мүмкін екенін, осы есімнің Мария болып жазылып кеткен болуы мүмкіндігін болжайды. Караван газетінің 2009 жылы нөмірі 49 санында Қыпшақ даласынан шыққан Ресей әскерінің бас қолбасшысы туралы мақала басылған. Автор мақала арқылы Лавр Корниловтың қазақи тегін анықтауға тырысады. Газеттің қарағандылық тілшісі Татьяна Теннің жазуынша, осы мақаладан кейін омбыдан Сұлтанғазы Мұхаммед Қажы Садықов есімді кісі хабарласқан. Ол арғатасы Керей руынан шыққан Байызбек деген кісі өзінің қызы Гүлшараны Григорий Корнилов деген қазаққа, қазақ ауылдарына шапқыншылық жасап тыныштық бермей келген казактармен бітімге келу үшін бергенін айтады. Лавр туылғанда Гүлшара оны омбыға нағашысының қолына тәрбиеге берсе керек. Садықов қолында бұл сөзін дәлелдейтін құжаттар бар екенін де айтады. Тарихшылар Корниловты, егер ол аяқ астынан қазақ ұшпағанда Россияның әскери диктаторы болатын еді, 1918 жылғы тұтас Ресейді шарпыған азаматтық соғыста болмас еді. Оның қысқа ғұмырында жүріп өткен жолы, қарапайым шаруа отбасынан шығып, жоғары шенге жетуі Наполеон сияқты деп бағалайды. Лавр Корнилов омбы кадет корпусында Петербургтегі артиллериялық училищеде өте жоғары деңгейде әскери ілім алып, кішкене күміс медальмен оқуын аяқтайды. Оқуын аяқтай сала Корнилов өзі сұранып жұмысын Түркістан артиллериялық бригадасында бастады. 1898-1904 жылдары Түркістан округінің Ташкенттегі әскери штабында қызмет атқарды. Түрі азиялық болған үшін орыс патшалығы оны Шоқан Уәлиханов сияқты қолданды. Шығыс тілдерін еркін білген Лавр Корнилов құпия түрде Ауғанстан, Үндістан, Иран, Шыңжаң аумақтарына жіберіледі. Оның нәтижесінде
Түркістан әскери округінде 1903 жылы 426 беттік құпия әскери еңбек дайындалған. 1904-1905 жылдары Жапон соғысына қатысқан Корнилов полковник шеніне ие болады. Арада Мәскеудегі штабта болған ол 1907-1911 жылы Қытайда әскери атташе болып 4 жыл қызмет атқарды. Ол онда Қытайдың коммунистерге қарсы қозғалысын басқарған генералиссимус, болашақ Тайвань президенті Чан Кайшимен жақын қатынаста болған. Орталыққа қайтқан Корнилов Варшава әскери округінде генерал-майор шенін алып, іле-шала қиыр шығыста Владивостокта Сібірлік атқыштар дивизиясына қолбасшылық жасайды. Басқарма орталығы Мәскеуден ұзақта, Түркістан өлкесі мен Манчжурияда 20 жылдан артық әскери қызмет атқарған Корниловтың өзі Европаны ұнатпайтынын, өзін шығыстық санайтынын айтқан екен. Жергілікті халықтардың тілін еркін білген үшін Корнилов Кавказ бен Түркістаннан шыққан мұсылман әскерлер арасында үлкен құрметке ие болған. 1916 жылы Теке түркмендерден құрылған Текинский атты әскер полкі Корниловтың әміріне берілген. 1914-1918 жылдардағы Бірінші дүниежүзілік соғыста Корнилов 48-ші жаяу әскер дивизиясына басшылық етіп, әскери шеніне қарамастан сүңгілі мылтығын қолына алып, қоян қолтық ұрысқа талай кірген. Оның басшылығындағы дивизия ержүректігі үшін Болаттай, яғни Стальной лақабына ие болады. 1915 жылы генерал-майор шенін алған Корнилов сол жылы мамырда тұтқынға түседі. 1 жылдан астам тұтқында болған Корнилов 2 реткі талпынысында ұсталып, 3-ші рет ақыры қашып шығады. Тұтқындағы 60-қа жуық генералдың арасынан жалғыз қашып шыққан ол 20 күн бойы орман арасымен Венгрия, Румынияны кесіп өтіп, әскерге қосылады. Бұл оның даңқын аспандатты. Николай II Корниловты қабылдап, 3-ші дәрежелі әулие Георгий орденін өз қолымен табыстайды. Ол ақпан төңкерісінен кейін Петроград әскери округінің бас қолбасшысы болады. Ақпан төңкерісінен кейін уақытша үкімет келіп, дүрбелең заман туғанда әскерлер арасында аса үлкен беделі бар Корниловке 1917 жылы 19 шілдеде ең жоғары шен Ресей Республикасының қарулы күштерінің бас қолбасшысы қызметі тапсырылады. Ол ең алдымен Бірінші дүниежүзілік соғыс пен биліктегі аласапыран салдарынан берекесі қашқан Ресей әскерін тәртіпке келтірді. Корнилов даңқының асқақтауы уақытша үкімет басындағы кертартпа Керенскийге еш ұнамады. Тарихта Корниловский мятеж немесе Корнилов үндеуі ретінде қалған Корниловтың билікті қатаң сынға алып, анархияны тоқтату керек, билікте басшылықта темірдей тәртіп болуы тиіс деген жиындағы сөзі және оның өзіне адал берілген 3 дивизия жабайы атты әскермен большевиктерді бір жолата аластату мақсатымен Петроградқа шеру тартуы Керенскийді алаңдатты. Керенский билік басындағыларға Петроград кеңесіне Корниловты бүлікші ретінде көрсетіп, генерал Алексеев арқылы Быхов түрмесіне қаматты. Корниловпен бірге оған қолдау көрсеткен Деникин сынды ықпалды әскери қолбасыларда ұсталды. Бұдан соң генерал Алексеев отставкаға кетіп, оның орнына келген Духонин Керенскийдің Корниловты өлтіруді көздеген Корнилов жазасын тарту керек. Мен сол кезде оның қабіріне келіп, Ресей патриотизміне тағзым ететін болам деген сөзін естиді. Ресей өзінің адал ұлдарына бұлай жасамау керек деп ойлайтын Духонин Корниловке өміріне қауіп төніп тұрғанын ескертіп, Донда генерал Алексеевтің оны күтетінін айтып, жасырын хат жіберді. Қазан төңкерісі қарбаласында 20 қарашада Корнилов Теке атты жасағымен бірге Донға қашты. 10 күннен кейін Новочеркасске келіп, ақтар қозғалысын ұйымдастырды. 1918 жылдың ақпан айында
Корнилов ақтардың 3000-ға таяу ерікті әскерімен Доннан Кубанға Қызыл әскерге қарсы алғашқы талай кітап пен фильмге өзек болған мұзды жорығын жасады. Осыдан кейін оның есімі большевиктердің заңсыз билігіне қарсы ақтар көтерілісінің азаттық жалауы болды. Наурыз айында Корнилов жасағы аққар көк мұзға қарамай 500 шақырымнан астам жол жүріп Екатеринодар қаласына келіп шабуыл жасады. Шайқастың 7-ші тәулігінде 31 наурыз таңға жақын Қызыл әскердің снаряды Корнилов отырған штаб басқармасына түсіп, Лавр Корнилов қаза тапты. Совет үкіметі жығылғаннан кейін ғана 1991 жылы Кубан өзені жағалауында Екатеринодарда Корниловке ескерткіш қойылды. Біз Ресей тарихында үлкен әріппен аты қалған, әскери оқуда немісше, французша, ағылшынша білген, әскери қызметі барысында үнді, парсы, қытай, ұйғыр тілдерін білумен қатар, Түркістан халықтарының тілінде еркін сөйлеген Корниловтың ұрпақтары туралы журналистік зерттеу жүргізіп көрдік. Корниловтың ұлы Петр Бельгияда өмір сүрген. Қызы Наталья генерал Деникин мен Алексеевтің адъютанты орыстанған француз ақсүйегі Шапрон Дю Ларремен тұрмыс құрған. Тағы бір ұлы Георгий дерек бойынша ақшта Мичиган штатында өмір сүрген. Бұдан сырт оның бірнеше баласы болған. Олар туралы толық мәлімет жоқ. Бір анығы, қызылдар жеңіске жеткен соң Корниловтың ұрпақтары қудалауға түскен. Алматы қаласында Гамилия Каскеева есімді зейнеткер тұрады. 65 жастағы Гамилия Мұздабай қызының айтуына қарағанда, оның әкесі Мұздабай Корниловтың 1905 жылы туған кенже ұлы көрінеді. Жасынан жетімдер үйіне беріліп, белгісіз себептермен аты өзгертілсе керек. Гамилия атасы туралы: Лавр Корнилов орта бойлы кісі болған, менің әкем де сондай еді. Алайда өз әкесі тегі туралы айтуға қорқатын. Бірақ Колчак пен Лавр Корниловтың дос болғаны туралы айтатын. Ұмытпа, менің шешемнің аты Мәриям, ол қазақ қызы деген еді. 1968 жылы қайтыс болған Мұздабайдың аты құжатқа мұрны пұшықтау болған соң Пшуков деп жазылған. Кейін орыстар қателесіп Шуков деп жазып жіберген. Бұл Мұздабайдың өмірін сақтап қалса керек дейді. Гамилия Мұздабай қызында әкесі мен атасы туралы дәлелді көп дерек жоқ екен. Тек суреттегі немересінен Лаврдың бейнесін көруге болатындай. Біз бұл мақаланы орыс қолбасы инфантерия генералы Лавр Корниловтың ерлігін жырлау үшін немесе орыс армиясын ұлықтау үшін жазбадық. Патша заманында орысқа жақын жүргеннің бәрін шоқынған атандырып жіберген ашық ауыз қазақтың бір жиені ретінде оның нақты нағашы тегі кім болғанын білгіміз келді. Сондай-ақ Ресейдің тұтас армиясының қолбасшылығына дейін жеткен Корниловтың Еуразия даласында жұмыс атқармаған елі санаулы ғана екен. Қазақстанның төрт тарабындағы елдердің бәрінде де қызмет еткен Корниловтың қазақ даласындағы саяси істермен есімінің еш байланыспауы қалай? Басына үс түскен шағында Корниловтың түрік текті атты әскерден қорғаныш табуы, Петроградқа бағыттаған 3 дивизия атты әскерінің жабайы тайпалардан құралғаны нені аңғартады? Ғасыр аунап бара жатқан бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Қазақстан саяси өмірінің біз білмейтін қанша құпиясы бар. Осындай сұрақтарға бір ілік іздеп көрдік. Ашылмаған ақиқаттар мен танылмаған тұлғалардың шынайы шындығы жел ашып кеткен құм астындағы сарайдай жарқырап шығар бір күні.